Әлемде талай қызық бар. Оянда жыр қанатында Нидерланд қаттан. Төскі 4 Мауритс Кейс музейі. Жәдігер сан түрлі бір-бірлеп тізейін. Суринам Бениннен, мүсін көп бағалы, ұрланған Берлиннен еврейлер тауары. Ұрланған өзгеде өңірден киелі тарихын оқысаң жүрек кетеді. Бұдан да қызығы мына бір аппарат өткенге сүңгітіп, ұрланған сәтіне әп-сәтте апарат. Әдетте музейлерде жәдігерлерді айшықтай түсу үшін қосымша жарық қолданылады. Біз оның орнына виртуалды әлемге әкететін көзілдіріктерді орнаттық. Сіз оны таққанда сол мұраның отанына дәл сол барымташының бағалы бұйым алдында тұрған сәтіне ораласыз. Құдды бір ұры кейпінде соның көзқарасымен қарап тұрасыз. Солай тарихын ұғынасыз, әр бұйым осындай оқиғасымен баяндалуға лайық деп есептеймін. Әзірге музейде 10 түрлі жәдігер осындай виртуал әлемге бастайды. Франция, Германия, Нидерланд өткенін ерекше тәсілмен ақтарып тастайды. Гагаға барсаңыз көрмеге келіңіз, уақыты шектеулі 4 айдан аспайды. Good evening, I'm Catherine Couric. A strong earthquake rocked the San Francisco Bay Area just moments ago. 6.9 is what we're hearing. Big enough to bring cities in Northern California. Осыдан 34 жыл бұрын Америка құрлығын Сан-Франциско жағынан жер сілкінісі соққанда. Зілзала ауыр болғанда, апаттан соң жағаға теңіз арыстандары дәл осылай толғанда. Жоқ дүмпулер бұл жолы заман тыныш, жер тыныш, туристерге лық толы, тек позитив сілкініс. Ал енді көрші шаһар Сан-Диего, түрлі түсті итке бай жол жиегі. Алғашында олардан қорыққан кісі груминг салон ашып ап, 4 аяқты жүнінен тау еді. Тек қырықпайды, бояйды, сән етеді, кей адамға жұбаныш мән етеді, содан болар Габриэль клиенті көп, иті барлар салонды тәу етеді. Жануарларын трансформациялауға келетіндер көп. Нью-Йорктен, Майамиден, Атланта мен Солтүстік Каролинадан тұрақты тұтынушыларымыз бар. Кейбірі иттердің ерекше болған қалайды. Кейбірі иттер көңілге медеу болып, балалар емханаларында психологиялық терапияда қызмет етеді. Мүгедектігі бар балалармен ойнайды, қатерлі ісіктен салысуға кеткен науқасқа көмектесетін итіміз бар. Әрбірінің өз себебі бар. Айналасына қуаныш, бақыт сыйлап, адамдардың назарында жүреді. Иттер үшін ол да бір бақыт. Ал осы арнайы бояулардың иттерге еш зияны жоқ. 12 жасымнан бері осы саланың басығасында жүрмін. Әлі бірде-бір теріс жағдайға тап болмадым. $500 бастауы бағасының жан досын, адамзат баласының керек етіп таңбалы кепарт етіп, итіңіздің табады жарасымын. Әр таңды арнамыздан атырыңыз, аудармай көзіңіздің қарашығын.